Күні кеше бақ өкілдерінің назарына Голливуд пен Қазақстанның бірлесіп түсірген Әміре атты картинасы ұсынылды. Аталмыш туынды қазақтың тұңғыш драмалық тенор дауысты біртуар әншісі Әміре Қашаубаевтың тағдырын баяндайды. Бірақ жеңіл фильмдер көріп үйреніп қалған қазақстандық көрермен бұндай жанрда қалай қабылдар екен? Мен халық түсінер деп сенем, өйткені бұл картина барлық голливудтық заңдылыққа сай түсірілді. Кеше Астанада өткен жабық көрсетілімде де достарым бұл қазақтардың қатысуымен түсірілген голливудтық фильм деді. Санжар бас рөлдің өзіне бұйырғанын білгенде қатты қуанған. Алайда картинаның түсірілімі басталған кезде түрлі қиындықтарға тап болыпты. Өйткені Әмірені сомдау оңай емес. Бұл менің актерлық жолымдағы ең ауыр жоба. Өйткені Әміренің тағдыры өте ауыр, сондықтан да маған оңай болған жоқ. Біздің фильм үлкен қиындықпен түсірілді. Аталмыш кинотуынды осыдан 2 жыл бұрын түсірілген, алайда жарыққа енді ғана шығуда. Мен әлі де сене алар емеспін. Біз ұзақ уақыт бойы күткен кино енді шығып тұсаукесері өтіп жатыр. Бұл керемет қой. Айтпақшы, осыған дейін қолына домбыра алмаған Санжарды күй тартуға Нұржан Тәжікенов үйретіпті. Бірақ бұл күйшіге еш қиындық туғызбаған. Санжар былай айтқанда ол актер ғой. Ал егер ол күйші болатын болса, не әнші болатын болса, ол мықты күйші, не мықты әнші болар ма еді. Себебі талант есі талант. Фильмде Әміре Қашаубаевтың қамшының сабындай ғана қысқа ғұмыры баяндалады. Онда жас әнші 1925 жылы Париждегі Экспо шеңберінде өткен бүкіләлемдік музыкалық байқауға қатысады. Менің түсінгенім бойынша, Әмірені көптеген адамдар Парижге барып байқаудан 2-ші орын алған жайлы біледі. Кім біледі, оны мүмкін орыстар өлтірген болар. Бірақ адамдар шын мәнінде не болғанын білмейді. Егер дәстүрлі әншілік өнерін паш еткен Әміре Қашаубаевтың өмірі мен жеткен жетістігі жайлы толығырақ білгіңіз келсе, кинотеатрға қарай асыққаныңыз жөн. Өйткені көркем фильм 5 сәуірден бастап прокатқа шығады.